Сәлеметсіздер ме, құрметті Нұр-Әуен студиясының шәкірттері. Мен Намиялы Жасұлан Нұржанұлы, балалар шығармашылығы мектебінің Нұр-Әуен домбыра студиясының жетекшісімін. Ал балалар сабақты ең бірінші тыныс алу жаттығуларынан бастайық. Қанекей бәріміз қолымызды көтеріп дем аламыз. Және қолды түсіріп демді шығарамыз. Қанекей бірге. Ал балалар, тыныс алу жаттығуларын орындап болсақ, енді орнымызға отырайық. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы секіртпе күйіндегі қимыл қозғалыстарды жаттаймыз. Ал балалар, оған дейін ең бірінші қанекей домбырада қағыстарды орындап шығайық. Бірге и төмен және жоғары қағыстармен қолымызды кішкене жүргізіп алайық. Келесі қағыс 2 төмен 2 жоғары. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал енді балалар біздің келесі қағысымыз сол алма кезек және жоғары қағыстар. Бірге. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ал балалар енді біз сол қолмен де жұмыс жасаймыз. Қанекей бірге. Осы жаттығуды бірге орындап шығайық. Кезек. Не балалар, жарайсыңдар? Енді балалар сендер өткен сабақта секіртпе күй жаттаған болатынбыз. Алғашқы бөлімі және қайырмасын. Бірінші домбыраның қалақ күйін ауыстырайық секіртпеге. Ал кеттік балалар, секіртпе күйін бастаймыз. Ең бірінші біз өткенде жаттаған бөлімдерді қайталап шығайық. Қанекей 4 рет хоп деп айтамыз. Хоп, 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 хоп. Екінші бөлім, үшінші. Қайталаймыз бірінші, екінші, үшінші. Енді қайырмасын күйдің екінші жолы, үшінші. Қайталаймыз. Балалар, біз осы жерге де жаттаған болатынбыз. Ал енді бүгін міне біз осы қимыл қозғалыстарды үйренеміз. Міне қолымыз 4-ші нүктеден бір перде жоғары қойып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дәл осыны ойнаймыз, бірақ енді барлығын жоғарғая білекпен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді балалар, біз келесі міне қайырымыз домбыраны көтереміз, оң қолмен оң иыққа қоямыз. Қойған кезде балалар міндетті түрде хоп деп айтамыз, міне қараңдар. Ал сол қолымыз сол орында қалады. Хоп деймізде бас бармақпен ойнаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деймізде домбыраны қайтып орнымызға қойған кезде хоп деп айтамыз. Хоп деген ол ойнауға дайынбыз деген сөз. Хоп, бір ағаш сияқты, міне қараңдар қолды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді домбыраны хоп деп көтереміз де, тіп-түзу ұстаймыз да. Енді балалар оң қолды іш жағына домбыраны кіргізіп, екінші саусақ, ортағы саусақты ойнаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді қайтадан домбыраны орнымызға қойып, хоп дейміз де, бастапқы ең басында ойнағанды ойнаймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді қайтадан қайырмасын қайталаймыз. Домбыраны қалдырамыз. Хоп, 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 хоп. Жылқы ішінде ала жүр, ұстай алмай бала жүр. Міне, осы кішкентай бір шағын тақпақты оқып болғаннан кейін, енді біздің келесі қимыл қозғалыстарымызды бақылаңдар. Міне, бірінші саусақ балалар екінші нүктеде қалады. Міне, мұқият болыңдар. Барлығы 4-4 қағыстан. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ортаға, енді жоғарға. Көріңдер ғой, барлығы 4-4 міне. 1, 2 тартамыз, 3-ті жауамыз, ал 4-ті қайтадан ашамыз. Ал енді келесісі, балалар енді қолымызбен осындай дыбыс шығарамыз. Қанекей бірге. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 дейміз де.
Енді қайтадан біз бірінші бөлімге түсеміз. Мына ең басында жаттаған. 1, 2, 3, 4. Қайталаймыз. Осылай хоп, 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 хей деп күйді аяқтаймыз. Міне балалар, секіртпе күйінің сендер осы барлық бөлімдерін түсіндіңдер. Міндетті түрде қимыл қозғалыстарды көбірек қайталаңдар. Ал балалар, сау болыңдар.